Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен осындай тауық етінен керемет тағам дайындайтын боламыз. Дайындалу жолы өте оңай. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен бізге қажетті заттар: жуып тазаланған тауық етімізді үлкенірек ыдысымызға саламыз. 2 ас қасық кетчуп қосамыз. 2 ас қасық майонезімізді қосамыз. Дәміне қарай тұз қосамыз. Және де тауық етіне арналған дәмдеуіштерімізді қосып, жақсылап араластыратын боламыз. Араластырылған тауық етімізді жарты сағатқа бетін жауып қойып қоямыз. Жарты сағат дайын болғанша, тауық етіміз дайын болғанша, алдын ала дайындап қойған көкөністерімізді турап аламыз. Ең алдымен пиязды жұқалап тураймыз, сосын сәбізді тураймыз, картошкамызды турап, барынша жұқалап тураймыз. Дәміне қарай перец қоссаңыздар да, қоспасаңыздар да болады. Мен бәрін турап алдым. Енді сап-сары әдемі болып пісу үшін азғантай куркума қосып жібереміз. Оны жақсылап араластырамыз. Дәміне қарай тұзын қосамыз. Араласқан көкөністерімізді осындай формаға төсеп аламыз. Жұқалап, барынша жайып шығамыз қолмен, бір тегіс етіп. Енді біздің дайын болған тауықтарымызды бетіне қоямыз. Міне осындай тауықтан 8 штук шықты. Енді қалған соусын бетіне құйып жібереміз. Мен 180 градуста 1 сағатқа пісіріп аламын. Мен бетіне фольга жауып пісіремін. Таза пісуі үшін сіздер жапсаңыздар да, жаппасаңыздар да болады, бірақ мен жауып пісіремін. Міне бізде 1 сағат өтті. Осындай керемет тағам шықты. Ас болсын.